Мына продукция енді керемет екен. Керемет, мен деген қандай не ішпедім. Мен жақсы көріп қалдым. Өте осы мен соны жақсы көріп қалдым. Бұл менде 220 давление. Врачтар қойған диагнозы басымның мойнымда остеохондроз, потом тамырларым бәрі жіңішкеліп кеткен, проходимость жоқ. Басыма ауа, миыма не бармайды, басыма кислород бармайды. Содан мына давление қатты көтеріледі, 220, через день менде скорый келіп отыр. Скорыйдың бәрі танып алмын. Сөйтіп, прям басым деген бүйтіп тоқтамайды, айналып кетеді да. Сонда мен өліп барып қайтам. Больница скорый алып кетеді, укол салады, сөйтіп келем. Енді мынаны алып, өзім просто көрейінші осы менің натурымда дедім да, алып іштім. Ішкен күні бірінші күні 220-ға давление көтерілді. Кішкене тисе енді, не болады. Сондай не болады, обострение болады. Екінші күні басым ауырлап, ұйқым келіп, сондай ауырлап тұрды, ауырды. Үшінші күні давлением 220 көтерілетін, одан 160, ең көтерілген 170 болды. Где-то 3-4 күн сондай болды да, қазір енді давлением менің 135, 130, 125 кетті. Менің күйеуім жүрегі ауырады. Жүрегі ауырғанда оған стенд қою керек. Стендке мен айттым, осыны іше берші менімен бірге. Ол ішіп қазір көз жақсы маған айтады, мынау керемет екен. Сен тағы да алып кеш дейді да маған. Мынау күшті. Мен енді давлениесі бар адамдарға айтып жатырмын. Менің командамдағы келетін бәрі давлениемен. Өте керемет продукция, қорықпай іше беріңіздер. Менің қаным қою ғой енді жүрмейді. Қанды өткізіп жатыр. Енді менің көргенім где-то сол. Мен 12-сінен бастап іштім ғой. Мынаны. Кәдімгідей 1 ай болып қалды ғой. 14 күн болды ма? Сондай болды. 2 рет па күнде? Иә, ертеңгісін кеш кешем. Қалай айтты қыздар, солай ішіп жатырмын. Керемет енді күшті. Осы продукция